Спорт жаңалықтарына кезек берсек. Араға апта салып ел футболы қайтадан Шымкент қаласына келіп жетті. Дәл осы тұста Қазақстан премьер-лигасының екінші турында Шымкенттік Ордабасы футбол клубы өз алаңда еліміздің 5 дүркін чемпионы Ақтөбе командасын қабылдады. Тартысты өткен кездесудің нәтижесі Ордабасы жанкүйерлерінің көңілінен шықты. Армысыздар, құрметті көрермендер және футбол жанкүйерлері. Араға апта салып қайтадан Қажымұқан стадионына оралып отырмыз. Осы орайда Қазақстан премьер-лигасының екінші тур ойыны өтуде. Шымкенттік Ордабасы Қазақстанның 5 дүркін чемпиондары Ақтөбеге қарсы ойнайтын болады. Сонымен Ордабасы Ақтөбе кім мықты деген сұрақтың жауабын алдағы 90 минутта білетін боламыз. Бірінші турда өткендей Шымкенттік ұжымның бұл жолғы қарсыласы Шахтерден мықты бола түсіп, алғашқы таймда қос командада қақпасын құрғақ ұстай білді. Бүгінгі ойын жайлы Ордабасы командасына бірінші тайм 0-0 ойнады. Алдыңғы ойындарда жеңісті немен қуантқан, енді қазір екінші таймда жақсы нәтиже күтеміз Ордабасыдан. Енді алға дейміз Ордабасыға. Тек қана алға десе, биыл бірінші ойын сәттімен бастады. Гол күтеміз Ордабасыдан. Тек қана алға дейміз Ордабасы. Биылғы маусым енді екінші орын, үшінші орын, төртке сағат жақсы. Енді Ақтөбеде жақсы команда, былтырғы маусымда жақсы ойын көрсеткен. Енді биыл ол кісілерге де енді Ордабасы командасынан өзімізге сәттілік тілейміз ғой негізі. Енді ол да команда, оған да сәттілік, бірақ асылмай Ордабасыға сәттілік тілейміз. Жалпы бүгінгі бірінші таймның қорытындысы бойынша Ордабасы Ақтөбе матчы өте қызықты өтіп жатыр. Яғни біздің жігіттерге сенеміз. Қазір екінші таймның қорытындысы бойынша Ордабасы командасы жеңіске жетті деген ойдамыз. Жалпы өзім жанкүйершілік болып жүргеніне бір жарым жылдай уақыт болды. Достарымызбен келіп көреміз, тамашалаймыз. Әрине өзіміздің жергілікті команда болған үшін жанкүйер боламыз. Құдай қаласа жеңеді деген ойдамыз. Үштікті бермейтін сияқты үш команда Астана, Қайрат, Ордабасы үштікте болды. Екінші таймға аяқ допшылар қайта оралғанда алаң иелері Ордабасы құрамында өзгерістер болды. Цхададзе бапкер шабуыл шебін күшейтіп, екінші тайм барысында Виталий Лидің орнына жуырда команда сапын толықтырған Тоқтар Жаңғылышбайды ойынға кіргізді. Дегенмен де қонақ команда қорғаныста соңғы минуттарға дейін сауатты ойнады. Әйтсе де толассыз шабуылдың арқасында Ордабасы командасы матчтың 86 минутында гол салып есеп ашты. Голдың авторы Ордабасы шабуылшысы Алексей Щеткин. Сауынның гол өте әсерлі болады. Бүгінгі команданың арқасында, бірімізді қолдаудың арқасында, сол 85 минут бойы жұмыс істеудің арқасында жеңіс голын салдық деп ойлаймын. Осылайша Щеткиннің жалғыз голы ойын тағдырын шешіп, Шымкенттік команда биылғы маусымда қатарынан екінші жеңісіне қол жеткізіп, 6 ұпайды иеленді. Сонымен Ордабасының келесі қарсыласы 31 наурыз күні түзде Көкшетау қаласында Оқжетпес командасымен болмақ. Ал біз Шымкенттік командаға тек сәттілік серік болуын тілейміз. Райымбек Серік, Нұрберік Тұрғын, Айғақ қоғамдық телеарнасы.